Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет сүзбелі сырники жасайтын боламыз. Міне осындай бір жасағаннан шығатын рецептпен бөлісетін боламын. Бізге ең алдымен 500 грамм творог керек. Сүзбе, менде қолдың сүзбесі. Алдымен мәріліге салып, сүзбенің сары суын әбден шығарып аламыз. Сығып, осылай қолмен жақсылап. Кез келген сүзбе жарай береді. Менде осылай қолдың сүзбесі болғандықтан мен оның сары суын әбден сығып алдым осылай. Егер магазиннің, дүкеннің сүзбелері болса, ол құрғақ болса, онда керек емес, бірден жасай беруге болады. Сүзбелі сырникидің көптеген рецепттерін қарап шықтым. Маған ұнаған осы рецепт. Осымен сіздермен бірге жасап көретін боламын. Қалай шығады, ары қарай көретін боламыз. Сүзбемізді осылай ыдысқа салып аламыз. Сүзбе осындай құрғақ болу керек. Егер сіздің сүзбеңіз кесек, бірікпейтін болатын болса, онда блендермен ұсатсаңыз болады. Ал менде сүзбе ұсақ болғандықтан мен оны шанышқының көмегімен осылай араластырып ұсатып алдым. Толық рецепті видеоның астында описанияда қалдыратын боламын, сол жерден қарасаңыздар болады. Сүзбені осылай жақсылап езіп араластырып алғаннан кейін бір жұмыртқа қосып, тағы да жақсылап араластыратын боламын. Жұмыртқаны жақсылап араластырып алғаннан кейін 2 ас қасық манная крупа қосамын. Ұнтақ жармасы дейді қазақша. Манная крупаны қосып, жақсылап араластырамын тағы да. Егер сіздерде манная крупа болмаса, 2 қасық ұн қоссаңыздар болады. Негізі манная крупаны қосқаннан кейін бір 10 минуттай қоя тұру керек, өйткені ол творогтың құрамындағы сұйықтық дейді ғой, влага болса, соны сіңіріп алады өзіне. Міне осылай барлығын араластырамыз. 1 қасық қант қостым. Қантты көп қосудың керегі жоқ, өйткені қант көп қосылса, езіліп, қолға жабысып, дұрыс піспейтін болады. Осылай барлығын қосамыз, артынан кішкене ванилин және тұз қоссаңыздар болады, өз қалауларыңызша. Артынан қолмен осылай жақсылап араластырып алдым. Дайын болған массаны 1 ас қасықтың көлемімен алып, осылай домалатып шығамыз. Домалатқанда бірінші ұнды сеуіп, сол ұнның үстіне аунатып алу керек. Егер сүзбе езілген болатын болса, онда доскаңыздың да астына аздаған ұн сеуіп қойсаңыздар болады. Ұнға жақсылап онда аунатып алсаңыздар болады. Менде сүзбе қатты езілген емес, өз формасын ұстап тұрғандықтан мен көп ұн қолданған жоқпын. Жай ұнға осылай жабыспас үшін аунатып алдым. Бұл сүзбені өз қалаған формаларыңызбен жасасаңыздар болады. Қалыңдау қылып, биіктеу қылып жасасаңыздар өте әдемі шығады. Менде орташа, қатты қалың емес. Осылай қолмен форманы келтіріп алдым. Содан кейін осындай кольцомен формасы әдемі болып шықсын деп, осылай жасап шықтым.
Келесі біз қызып тұрған табамызға азғантай сұйық май құямыз, немесе сары маймен пісірсеңіздер де болады. Мен кішкене сұйық май құйдым. Осылай екі жағын қызарғанша пісіріп аламыз. Пісіп шыққан сырнекеміз дайын. Қараңыздар, өте керемет, иісі де керемет. Жұмсақ, үлпілдеген, қытырлақ, сондай балғын дәм. Маған өте ұнады мына рецепт. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан осылай керемет болып шығатын рецепті өздеріңізге сақтап алыңыздар. Сырнеке егер қатты тәтті болмаса, қаймаққа қант қосып араластырып, немесе кез келген вареньемен жесеңіздер болады. Егер осы видеом ұнап, рецептім ұнап жатса, лайк басып, комментария жазып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Ерке, келесі менің каналымда жаңа рецепттермен жолыққанша аман сау болыңыздар.